Бауыр ауырғанын сездіртпейтін, яғни білінбейтін, тыныш қана жата беретін ағзадағы жалғыз орган. Тіпті 60%-ге дейін зақымдалса да ешқандай сездірмейді. Себебі бұл жерде ешқандай да ауырсыну рецепторлары жоқ. Сондықтан көбінесе тек қана асқынған сатысында байқалып жатады. Халық арасында ең жиі келетін сұрақтардың бірі бауыр ауруларының белгілері қандай анализдер тапсырып алдын алуға болады. Жаман әдеттері жоқ болса да бауыр циррозы болуы мүмкін бе? Ол ауруларды толықтай қалай аюға болады? Жалпы бауыр циррозы, гепатит дегеніміз не? Ол қалай пайда болады деген сұрақтар жиі келеді. Бауыр оң жақ қабырғасында орналасқан ақуыз, май, көмірсу және дәрумендер алмасуына қатысатын, ағзадағы токсиндер мен уларды шығаратын, яғни фильтр қызмет атқаратын асқорыту жүйесінің бір мүшесі. Ал енді бауыр ауруларының белгілеріне тоқталайық. Ең біріншісі оң жақ қабырғасының ауырсынуы. Негізінде бауыр ешқашан ауырмайды. Жаңа айтып өткеніміздей, бұл жерде ешқандай ауырсыну рецепторлары, яғни жүйке талшықтары жоқ. Сондықтан ол ауырмайды. Тек қана асқынған сатыс кезінде бауырдың мөлшері ұлғаяды. Сол кезде ауырсыну пайда болады. Анатомиялық тұрғыдан бауыр ұлпасы капсуламен қоршалады. Қабынуға байланысты оның мөлшері ұлғайған кезде осы капсулаға қысым жасай бастайды. Ал капсулада ауырсыну кезінде сезілетін жүйке талшықтары болады. Яғни капсула созылған кезде бауырда ауырсыну басталады. Бұл оң жақ қабырғасындағы жайсыздықпен, ауырлықпен сезіледі. Бауырдың ұлғайғаны соншалықты, біз оны тіпті қолымызбен сезе аламыз. Келесі белгісі бұл сарғаю. Терінің, көздің, шырышты қабаттардың сарғаюы. Бұл көбінесе вирусты гепатит түрінде, яғни оның 5 түрі болады: А, Б, С, Д және Е түрінде. Бұларды көбінесе халық арасында сары ауру немесе боткен ауру деп аталады. Және де ауыздағы ащы дәм, қатты әлсіздік, тәбеттің төмендеуі, температураның көтерілуі, терідегі қышулар және де терідегі көгерген жерлер пайда бола бастайды. Себепсіз қан кетулер, себебі қан ұюға қатысты факторлардың баршасы осы бауырда өндіріледі. Ал бауырдың қызметі бұзылғандықтан қан ұюға қатысты факторлар дұрыс өндірілмей, адамда қан кетулердің, мысалға қызыл-ектегі, мұрындағы қан кетулер жиілей бастайды. Ешқандай себепсіз және диетасыз салмақ тастаулар, терідегі аяқ-қолдардың қышулары, іштің кебіп, іштің тырсия бастауы, бас айналып құсулар, аяқтағы ісінулер көрінеді. Ал енді бауыр ауруларына алып келетін себептерге тоқталайық. Ең біріншісі гендік бойынша, яғни тұқым қуалау. Отбасында немесе туысқандар арасында бауыр ауруларымен ауыратын адамдар болса, екіншіден вирустар, яғни вирустық гепатит тудыратын, жаңа айтып өткеніміздей 5 түрі болатын болса, бұл бауыр жасушаларына, яғни гепатиттерге жаңағы вирустар орналасып алып, сол жерді зақымдап, біртіндеп тіндерді жоя бастайды. Үшіншіден алкоголь, яғни бұл алкогольді гепатитке алып келеді, майлы гепатозға алып келеді. Себебі біздің ағзамыз бауыр фильтр қызметін атқарады. Ішкен тағамымыздағы токсиндердің және мысалы адам алкогольді ішкен кезде барлығы бауырға барып, сол жерде бауырда зақымдай бастайды. Келесі бұл улану бойынша, яғни қалай уланады бауыр. Мысалға, дәрі-дәрмекті дұрыс қабылдамай, көп мөлшерде адам өзіне мысалға қол жұмсау мақсатында ішіп қою мүмкін, көп дәрілерді. Сол кезде мысалға ауыр металдармен улану мүмкін. Есірткіні қабылдаған кезде осының барлығы бұл кезде медикаменті немесе токсикалық гепатит ретінде пайда бола бастайды. Бұл тіпті иммундық жүйе бұзылатын болса, бұл кезде бауыр клеткаларына шабуыл жасайтын болса, аутоиммундық типте дамуы мүмкін. Келесі, майлы, тәтті тағамдарды шамадан тыс қолдану, яғни дұрыс тамақтанбау. Бұл жасушада май жиналған кезде ауру дами бастайды. Бұл бауырдың клеткаларының жұмысына кедергі жасап, ол бауыр бізде уларды жалпы уытсыздандыру, залалсыздандыру қызметін атқара алмай қалады. Яғни бос радикалдардың жиналуы пайда бола бастайды. Жасушалар өздігінен өліп, бауыр өзінің негізгі қызметін жасауды тоқтата бастайды. Сосын гиподинамия, артық салмақ, қан диабеті және де иммундық аурулар бар науқастар, мысалға шегрен синдромы, аутоиммунды тироидит болғанда, жүйелі қызыл жегі, яғни бұны красная волчанка деп айтады. Сосын метотрексат, яғни онкологиялық ауруларды емдеу мақсатына қолданатын, туберкулезға қарсы терапия жүргізген кезде бұның баршасы бауыр қызметі өте ауыр болып саналады.
Бауыр ауруларын анықтау мақсатында жүргізілетін анализдерге тоқталсақ, ең бірінші жалпы қан анализі. Бұл жерде біз әсіресе тромбоциттің, лейкоциттің және сойының мөлшерін қараймыз. Сосын жалпы зар анализі және биохимиялық анализдер. Биохимиялық анализдегі алты, асты, билирубин дегендер бұл бауыр қызметінің қалай жұмыс жасап жатқанын көрсететін маркерлар болып саналады. Сосын оның құрамындағы холестериндер, тимол сынамасы, сілтілі фосфатаза, глюкоза, креатинин және электролиттердің деңгейін қараймыз. Сосын біз коагулограмма анализін тапсырдамыз және де УЗИ жасатамыз. МРТ биопсия алу керек. Негізінде осы аталған жалпы қан анализі, жалпы зар анализі, биохимиялық анализдер ішкі органдардың УЗИін жасатып тұру керек. Себебі бұның баршасы стандартты профилактикалық анализдер болып саналады. Бұл арқылы сіз өз денсаулығыңыздың жағдайын біле отырып, кез келген аурудың алдын алып, сол ауруды асқындырмай, оңай түрде емделуіңізге өз септігін тигізеді.